Балалар, келесі біздің жаттайтын сөзіміз ол член семьи. Ағай, семья деген отбасы ғой сонда, иә? Член деген ше? Член деген ол енді былайша айтқанда жыныстық мүше. Сонда член семьидің қазақшасы отбасының жыныс мүшесі ма? Енді отбасы мүшесі дейді оны. Сіз жаңа член дегенде жыныстық мүше дедіңіз ғой. Член дегенде енді мүше деп аударса да болады енді. Мүше дегеннің толық мағынасы қандай сонда? Енді қоя берші, сұрағың бітпейді екен сенің. Басқа сөз.